Бал мен соданың мына 4 түрлі ауруды емдей алатын туралы білесіздер ме? Бал қосылған сода бірнеше сырқатқа ем екенін білесіз бе? Әр қайсысының құрамындағы пайдалы заттар бір емес, бірнеше дертке дауа болады. Ем ретінде қолданудан алдын бал мен соданың пайдалы әрі зиянды жағын жақсылап біліп алыңыз. Пайдалы ақпаратты өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді кеңес беремін. Сіздермен үнемі бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Бал. Балдың пайдалы қасиеті ежелден белгілі. Оның құрамында адам ағзасы үшін аса пайдалы фруктоза, глюкоза және көмірсу бар. Ал бұл заттар адамды қуаттандырып, күш-жігер сыйлайды. Сонымен қатар саулығыңызды арттыруға септігін тигізетін дәрумендер мен минералды заттардың қайнар көзі болып табылады. Бал бактерия мен вируспен күресуге қабілетті, сондай-ақ суыққа қарсы ем болады. Иммунитетті нығайтады, жалпы алғанда вирусқа қарсы тұрады. Цилиндрлік қышқылдық балансты реттейді, қанның ұюын болдырмайды. Соданың құрамындағы натрий гидрохлорид қанды сұйылтады. Холестерин деңгейін төмендетеді, улы токсинді шығарады. Қартаюдың алдын алады. Міне, екеуінің пайдасы көп екенін білдіңіздер. Бал мен сода нағыз емдік қоспа болып саналады. Мұны ішке ғана емес, сыртқы аурулардан айығуға да, қолдануға да болады. Нақтырақ айтқанда, асқазан ішек жолдарындағы проблемаға нүкте қоя алады. Мәселен, іш қату, іш өту, іш кебу сынды аурулардан айықтырады. Гайморитті емдейді, жөтелді қойдырады. Дерматологиялық аурулардың алдын алады. Терідегі қара нүктені, қабыршақтануды, кеңейген тесіктерді қалпына келтіріп отырады. Артық салмақтан арылтады. Зең ауруларын емдей алады. Ең бастысы, ағзаны инфекциялық вирустан қорғай алады. Бал мен сода мына 4 ауруды емдей алады. Біріншісі, жөтел. Тамақтың жыбырлағанын, қышығанын басып, жөтелді қойдыру үшін мына сусынды әзірлеңіз. Ол үшін 200 мг сүтті отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң бір ас қасық сода қосып, оттан аласыз. Салқындаған кезде бір ас қасық сұйық бал араластырып ішесіз. Емді 5-7 күн жүргізіңіз. Емдеу күшін арттыру үшін сүтті аз жұтымнан ішу керек. Гайморит. Бұл екі қоспаны араластырғанда бактерияның көзін жоятын күшке ие болады. Ал гайморитті емдеу үшін 2-ден 1 бөлігі көлемде аллой шырынын сода мен балды араластырамыз. Дайын болған сұйықтықты 2 тамшыдан мұрныңызға тамызып отырыңыз. Емді күніне 2 рет жүргізесіз. Емдеу мерзімі 1 апта. Ал жарты стакан жылы суға бірдей көлемде сұйық балды, тұз бен соданы араластырып, мұрныңызды жусаңыз, апта өтпей-ақ гаймориттен құлан таза жазыласыз. Емді тәулігіне 2-3 рет қайталауға болады. Жөтелден құтылу үшін тамақтың жыбырлағанынан, қышығанынан басып, жөтелді қойдыру үшін мына сусынды әзірлеңіз. Ол үшін 200 мг сүтті отқа қоясыз. Қайнап шыққан соң бір ас қасық сода қосып оттан аласыз. Салқындаған кезде бір ас қасық сұйық бал араластырып ішесіз. Емді 5-7 күн жүргізіңіз. Емдеу күшін арттыру үшін сүтті аз жұтымнан ішу керек. Достар, менің пайдалы видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушан басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.